Жамбыл облыстық соты ғимаратының алдына қазақтың әйгілі үш биінің ескерткіші орнатылды. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған ескерткіштің сот ғимаратының алдына қойылуы жайдан жай емес. Өйткені терең мағына жатыр. Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би қазақ халқының даналығы, әділдігі мен абыройының символы. Бүгін ескерткіштің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Шараға Жамбыл облыстық сотының бұрынғы төрағасы мен сот жүйесінің ардагерлері де қатысты. Даналық пен әділдіктің нышаны деп баға берілген жаңа ескерткіш бетоннан құйылып, мәрмәр тұғырға орнатылған. Биіктігі 350 метрді құрайды. Ал монумент авторы мүсінші Темірхан Қолжігіт. Қазақ билерінің сот ісін дамытуға, нығайтуға қосқан үлестері өлшеусіз дейді қонақтар бір ауыздан. Бұл идея бірінші бастамасы бұл Астана қаласында бар, осында тұрған. Бұны енді барлығы демеушілермен, бұныңша демеушілерді айтуымыз керек, облыстық мәслихаттың депутаттары көбіне қолғабыс тигізген. Яғни ескерткішті орнатуға бюджет есебінен бірде-бір шығын шықпаған. Егіз мәслихат депутаттарының орындық болуымен жүзеге асыпты. Салтанатты шарадан кейін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев сот жүйесінде ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек етіп келе жатқан қызметкерлерді марапаттады. Басқосуда осы жүйедегі маңызды мәселелер қаузалды. Судья шешім қабылдау керек, бірақ судья шешім қабылдаған кезде өзінің жауапкершілігін түсіну керек. Заңның алдында, мемлекеттің алдында, қоғамның алдында, азаматтардың алдында және ардан қозғайтын болса бала тағалардың алдында өзінің жауапкершілігін түсіну. Соны түсінген судья ғана әділетті судья бола алады. Ал өз кезегінде аймақ басшысы бүгінгі сот жүйесіне көңілім толады дейді. Сот жүйесін қолдаймыз, себебі біздің өңірдегі әсіресе мынау еңбекке, жерге, басқа да дауларға байланысты көптеген мәселелерді шешіп жатыр. Бүгін енді біздің мынау жаңа соттың алдында осындай ескерткіштің ашылуының біріншіден оның тарихи маңызы бар, екіншіден үлкен тәрбиелік маңызы бар. Фарида Сейілханқызы, Асылбек Жолшыбек, Аймақ.